Ассалаумалейкумдер. Бүгін бізде комика осушители. Комика және кома одни и то же фирма. Кішігірім клиенттерге түсініспеушілік жағдайлар болмасын, қандай аварийный ситуацияларда не істеу керек деген секілді түсіндірме жұмыстарына ретінде түсірілген видео болсын бұл. Ең бірінші клиенттерге қалай қосу керектігі туралы видео жіберіледі. Яғни ол 0-ден 0-ге 3 фазаны 3 фазаға жасаймыз. 2 жасыл жанбаса, перефазировка жасаймыз. Ол түсінікті деп ойлаймын бәріне. И одан кейін аппарат қосылды. Аппарат қосылғаннан кейін, яғни 1 минуттан кейін барып компрессор қосылады. Реле задержка. И одан соң компрессор қосылғаннан кейін барып жылу беріп бастайды. Яғни мен клиенттерге бірден түсіндіріп айтайын. Қосқан бетте аппарат бірден жылы ұра қоймайды. Бұл пеш емес, бұда тен жоқ. Бұл немен жылытады? Фреонның күшімен жылытады помещениені. Яғни айтқанда, бірінші помещениені біз 10 градус деп алатын болсақ, помещениеңіз, ол 15 градус қана температура береді. Ал 25 градус болатын болса, 30 градус температура береді. Енді өздеріңіз вентиляторға қолыңыз тосқан кезде 15 градус пен 30 градустың температурасының разницасын біле аласыздар деп ойлаймын. Сезе аласыздар. Ол ең бірінші. И одан кейін қазіргі таңда новый осушительдерге, яғни жаңа модельдерге қосылған атайық система, бұрынғыдай мұз қатып қалу немесе жаңағыдай суық помещениеде қоспау деген секілді заңнама жоқ. Онан кейін түсіндірейін. Ең бірінші компрессор қосылады, яғни ол жаңа айттым ғой, 1 минуттан кейін қосылады. И онан кейін компрессор қосылғаннан кейін бар помещение жылытып бастайды. Міндетті түрде отток приточный вентилятор деп айтамыз, яғни ауа кіргізіп шығаратын вентилятор. Помещениеде диагональды жағдайда тұрғаны дұрыс. Яғни осушительдің артында тұрған, оң жақ артында тұратын болса, ауа кіргізіп, оң жақ шеткі қарама қарсы қабырғадан ауа шығарылуы керек. Яғни жылы ауа. Бұл вентиляцияның қызметі, қайтадан айтылып айтамын, бұл термостат. Яғни ауаны суытамыз. 40 градустан көтерілетін болса, помещение температурасы, компрессор қызып бастайды машинаның моторы секілді. Сол себепті айтамыз, максималды түрде суытамыз. И суығаннан кейін бар, бұл компрессордың рабочий температурасы 35 пен 40 градустың арасы. 35 пен 40 градустың арасында кілем жақсы буланады біріншіден, и одан кейін аппарат жақсы су шығарады максимал түрде. Одан неге көтеруге болмайды деген сұраққа былай жауап берейін. Одан жоғары көтеріп 50-60 градуста кептіріп көріңіздер, кілемдеріңіздің беті қатты оқып қалады. Яғни ол өте қатты температурадан қатты оқығаннан оны жұмсап жүрдің өзі қайтадан бір жұмыс, и одан кейін ол дұрыс тазармаған секілді түрі береді. Свежесть бермейді кілемге. Сол себептен біз температураны 40-тан көтермейміз. Аппараттың обслуживаниесі міндетті түрде отток приток вентиляторларды қосу ең бірінші, соны бақылау. Одан кейін артқы сеткасын күніге 1 рет тазарамыз деп айтамыз, ал ішіндегі радиаторды аптасына 1 рет пылесоспен немесе щеткамен тазартамыз деп айтамыз. 3 айда 1 рет, ыңғай келсе ертерек. Яғни қазіргі таңда біздің аппараттарға мүлдем электрондық жақпен механический жаққа су тимейді. Яғни осы жақты кәдімгі шлангымен болмасын, любой кешірмен болмасын жусаңыздар болды. Яғни жуып тұрсаңыздар жақсы болады. Өйткені қараңыз, аппараттың радиаторы бітелген жағдайда ауаны өткізу қабілеті төмендейді. Ал ауаны өткізу қабілеті төмендегеннен кейін аппарат кілемді емес, ауаны кептіреді. Сол себепті ұзақ кептіріп бастайды. Жаңа уақыт созылу сол себептен болады. Одан кейін физиканың заңы бойынша жаңағы ауадағы буды біз суға айналдырамыз. Яғни мына конденсат арқылы. Сол кезде мына жерден конденсат ағып шығады. Бұны міндетті түрде помещение қоймаңыздар, далаға шығарып тастаңыздар. И помещение капать етіп тұру, ондай влажность деген болмау керек, желательно. Өйткені аппарат сол үшін жұмыс істеп тұр. Яғни сол суды сыртқа шығарамыз деп сіздер алдыңыздар бұл аппаратты. И газовый пушкамен и тенмен кептіргеннің айырмашылығы, главный айырмашылығы осыдан. Яғни ол су шығарылады. Кілем сасу немесе жаңағыдай иіс шығару, сырыстың иісі шығу, көгеріп кету деген секілді проблема мүлде болмайды бұл осушительмен. Онан кейін авариялық ситуацияларда не істейміз? Басында айтқан реле контроль фаз жанса, электрик шақырамыз міндетті түрде. Яғни электрик шақыру ол міндетті түрде шақырылу керек. Өйткені реле контроль фаз қай жағдайда жанады? Ол бірінші токпен проблем болған кезде, яғни 3 фаза, 3 фазаның однофазникпен айырмашылығы 3 фазада 3 жерден ток кеп тұрады. Однофазникте бірақ ток кеп тұрады. 3 жерден ток келгеннен кейін 3 токтың біреуінің проводы слабый болады, автомат ток өткізбей қояды, болмаса жаңа өте қатты напряжение келіп кетеді біреуінде. Сол кезде компрессордың обмоткасына зиян келмесін деп біз реле контроль фазаны қоямыз. Онсыз прямой қосып беретін болсақ, біз бірден гарантияны шешіп тастаймыз. Онсыз қоса алатын болсаңыздар. Өйткені біз физиканың заңына қайтадан қарсы келе алмаймыз. Обмотка келіп кетсе, ол компрессор жарамсыз болып қалады. Компрессорды прямой ауыстырамыз. Ал реле давление ол жаңа ішінде фреон шығып кеткен жағдайда, енді шыны керек алыс жолға барған кезде немесе басқа неше түрлі жағдай болған кезде, ішінде удар болған кезде, жаңа электрик ішіне кіріп жатқан кезде дұрыс трубалар майыстырып жіберген жағдайда, ол по-любому фреон шығады ішінен. Сол кезде айтамыз, кондиционерші немесе фреончик шақырып, мына жердегі жазу бойынша датасы және қашан құйылған, қандай фреон құйылған жазылып тұрады. Сондай етіп фреон жазсыздар, болды. Оның түк қиындығы жоқ.
реле давление алса. Компрессор екі жағдайда күйеді. Бірінші жағдай ол тоқ дұрыс келмеген жағдайда, екінші жағдайда фреон шығып кеткен жағдайда ғана күйеді. Дұрыс қолдану жағын айтып жатырмын. Одан кейін бізде бәрінің сұрағы мынау датчик біреу ақ қана дейді. Бұл датчик біреу болғанымен бұл өте жақсы, качествосы жағынан да бар жағынан да ыңғайлы датчик деп есептеймін өзім лично. 20% влажность, 25% влажностьқа барған кезде компрессорды біз өшіреміз, вентиляторлар қосылып тұра береді. Яғни клем кепті деген жағдайда. Яғни сіз демалысқа, субботаға воскресенье үйіңізге қайтқан кезде осушителді қосып қалдырып кете аласыз. Яғни ол тоқ жемейді, главный тоқ жейтін бізде компрессор. Яғни ол 3,5, 4,5, 5,5 киловатт деп айтамыз. Одан кейін температураны да осы управлять етеді. Яғни бұл датчик мына жерде тұратын датчигі. Жалпы осы. Онан кейін сушильный камера дұрыс болмаса осушитель кептірмейді. Өйткені қайттан айтамын, ол температура көтермегеннен кейін клем буланбайды, клем буланбағаннан естественно кеппейді. Яғни сушильный камера мына жердегі схема бойынша жақсы утеплять етілген күйінде салынуы керек. Яғни біздің өзімізге айтсақ, былайынан келеді. Яғни айта кетейін, сушильный камерамыз қораға қойып кептіргісі келетін клиенттерге бірден айтайын, ол жүзеге аспайды. Ондай жағдайда сіздер бізден осушитель алмай қойыңыздар, бірден пушка немесе тен алып сонымен кептіріп отқандарыңыз жөн болады. Артық айтсам ренжімеңіздер. Онан кейін сушильный камера утепленный болған жағдайда температура 25 градустан төмен түспейді. Өздеріңіз ойлаңыздар, қарапайым мысал келтіріп айтайын. 40 градус температура помещение, сіздер азында келдіңіздер, есікті аштыңыздар, клем шығарып алдыңыздар. Яғни оның стенасы, трубасы, потологы, полы, аппараттың өзі, онан кейін стойкаларыңыз бар, ол жерде клемдеріңіз бар, бәрі 40 градус болып тұрады. Ыстық болып тұрады, бір сөзбен айтқанда. Сіздер орап шығарып алдыңыздар бәрін. Помещениенің стенасына сіңіп алған ыстық 40 градус. Ол суымайды. Сіз кешке клем жайған кезде ауаның температурасы 25-20 болып тұруы мүмкін, бірақ стенаңыз 30 градус. Яғни аппарат тез жылытып алады. Ал одан кейін қосасыздар ғой, который қосқан кезде мысалы бірінші күні қосқан кезде мысалы сушильный камера 10 градус болып тұрады. Қостыңыздар, ол бірінші күні температураны көтеру үшін стенаңыз бар, потологыңыз, полыңыз, клеміңіз, аппараттың өзі де суық болады. Оның бәрін жылыту үшін аппаратқа энергия керек. А бұл қайтадан айтамын, пеш емес, яғни бұл осушитель. Оның бәрін жылытады, 2 суткада жаймен жылытады, жаймен қыздырады. И онан кейін сіздер бір апта жұмыс істейсіздер, мысалы да, ұзақ кептіріп. Бір аптадан кейін енді бастап отқан клиенттерде көбінесе проблема болмайды, ондай проблема, өйткені бір клемді ол смело кептіріп тастайды. 4 сағат, 3 сағатта кептіру деген сол әңгіме. Жаймен қыздырады, кептіреді, и кептіргеннен кейін получается помещениеңіз изоляциясы жақсы, температураны жақсы ұстап тұрады, 40 градус. Сіз кешкісін келдіңіз,